Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге қалай ескі бұрынғы суреттерімізді жаңа қыламыз, қалай качествосын дұрыстаймыз, қалай оживление жасаймыз, соны айтатын боламын. Мысалы, қараңыздар, мына жерде мынандай ескі суреттер, иә. Осыны жаңаға айналдырамыз, качествосын дұрыстаймыз. Мынандай ескі суреттерге оживление жасасақ та болады. Қараңыздар, мына жерде мынау мутный түскен, кішкене мутный фото, иә. Енді қараңыздар. Міне мутный фотомызды ап-анық қылып жасап берді. Мынау да ескі бәлен жыл бұрын түсірілген фото. Енді қараңыздар, бұны да 5-ақ минуттың ішінде өте ап-анық качествосын, тіпті цветінде күшті қылып алдық, иә. Цветной қылып алдық. Енді қалай жасаймыз? Мына жерде бізде промптты дайындап алғанбыз. Осы промптты скопировать етіп аламыз. Енді Google-ға кіресіздер, Google-ға Gemini деп жазасыздар. Gemini-ға кіріп тұр. Осы жерде жаңағы промптымызды ставить етеміз. Загрузить файл дегенді басып, галереяларыңызға кіріп, қай фотоны жасаймыз, соны таңдап аласыздар. Gemini-ға өздеріңіздің Google аккаунттарыңызбен кіресіз, я болмаса жаңағы нелеріңізбен, iPhone аккаунттарыңызбен, Apple аккаунтымен кіресіздер. Енді міне фотомыз таңдадық. Мына жердегі стрелканы басасыздар. Сосын күтеміз. Промптты жаздық, суретімізді қойдық, енді күтеміз. Загрузка болып жатыр. Қазір бізге 1-2 секунд, 3-4 секундта суретімізді дайындап береді. Күтеміз. Дайындап жатыр. Неке суретімізді дайындап берді. Қараңыздар. Прям ап-анық қылып, және цветной қылып берді суретімізді. Енді тағы да 1-2 сурет жасап көрейік. Қайтадан загрузка файлов деп, галерея дегенді басып, альбом дегенді басып, енді сіздерде басқаша шығып тұрса, өздеріңіздің галереяңызға алдын ала суретті бірінші қылып қойсаңыздар болады. Мысалы, мен мына суретімде менің фотом кішкене качествосы онша емес болып, кішкене бұлдырлау болған. Осы суретті тек қана бір ескі суреттерді емес, өзіңіздің бір бұлдыр түсіп қалған суретіңізді, немесе качествосы ұнамайтын суретіңізді де салып, осылай осы промптпен жасап алсаңыздар болады. Енді тағы бір ескі фотоны жасап көрсетейін. Қазір сол фотоға видео жасайтын боламыз. Мына жерде мына баланың суреті бар. Осы суретті жасағым келіп тұр качествосын. Промптты тура жаңағы бір промптты ставить етіп қоя бересіздер. Қою дегенді басамыз, жібереміз. Міне қараңыздар, жаңағы біздің екінші фотомызды да уже дайындап берді. Міне, көрдіңіздер ма? Прям қалай шөптердің өзі жап-жасыл болып, ап-анық болып тұр. Мына жерде мынандай шығып кетті. Артқа дегенді басасыздар. Астыңғы жағында сохранить деген бар. Соны бассаңыздар болды, галереяларыңызға түседі. Енді мына үшінші фотоны дайындайық. Күтеміз кішкене. Дайындап жатыр. Дайын болды. Міне қараңыздар. Мынандай қылып дайындап берді бізде. Енді мен бұны алдын ала дайындағанмын. Менде бірнеше варианты бар. Міне мынау менің алдын ала дайындап қойғаным. Мына жерде прям бірге бір жасаған барлығын, сол фотодағы түрді ұмытпай, кәдімгі сол қалпында дайындаған, тек қана бізге цветной қылып, качествосын жоғары сапада жасап берді. Енді достар, қалай видео жасаймыз, оживление қалай жасаймыз. Grok деген приложение бар, осына тартып аласыздар. Мына жерде астында индрайвердің қасында тұр, Grok деп App Store-дан немесе Play Market-тен тартып алсаңыздар болады. Осы жерде Google аккаунттарыңызбен тіркелесіздер. Сосын мына жерде астында плюс дегенді басасыздар. Осы жерден фотомызды таңдап аламыз. Таңдап алдық. Енді мына жердегі стрелканы бассаңыздар, өзі автоматом видеоға кетіп қалады. Видеоны сразу бізге жаңағы видеомызды қозғалтып береді бұл приложение. Мына жерде астына сіздер текст жазсаңыздар болады. Біздің видеомызды дайындап жатыр. Видеода не істегенін қалайсыз, сөйлегенін қалайсыз ба, или қолын қозғалтсын дейсіз ба,
солай айтсаңыз болады. Міне видеомызды қалай әдемі қылып жасап берді. Мына жерде кішкентай баланы жымиып күліп, мына жердегі сохранить деген мынау стрелка тұр ғой, соны бассаңыздар сохранить етіледі. Енді тағы да бір видео жасайық. Мына жердегі кішкентай қыз, кішкентай кезіміздегі фотомыз ғой. Кішкентай кезіміздегі фотомызды X-ті басамыз. Жаңадан жасайтын кезде мына X-ті басасыздар да, жоғары жағындағы стрелканы басып шығамыз. Енді қайтадан посмотреть все дегенді басып, галереямызға кіреміз. Мына фотоны аламыз. Енді осы жерде қараңыздар, мен текст жазғым келіп тұр. Мына суреттегі қыз күлімдеп, сәлем бәріңізге деп, айтады дейік. Осылай деп өзіңіз қалай сөйлеткіңіз келеді, сол текстті жазып берсеңіз, бізге солай қылып дайындап береді. Күтеміз. Сәлем бәріңізге. Сіздерге естіліп тұр ма білмеймін, маған естіліп тұр. Сәлем бәріңізге деп айтып жатыр. Сәлем бәріңізге. Мына жерде сохранить дегенді басып сақтап аласыздар. Баршаңызға пайдалы болсын. Өте оңай жасалуы. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарияларыңызды басып қойыңыздар. Галереямызға жаңағы видеоларымыз сақталды. Осылай сақтап аласыздар. Өте оңай. Баршаңызға сәттілік.